ағарту министрлігі ұстаздар күні қарсаңында ұстазыңды құттықта атты челлендж жариялады. Осы игі бастама аясында мен де өзім оқыған Маңғыстау облысы Қарақия ауданы нөмірі 1 орта мектеп ұстаздарын және сынып жетекшім, аяулы ұстазым Айханым Төлеспайқызын кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Барша ұстаздарға табысты еңбек тілеймін. Құрметті біздің Құрық кентінің аяғы Ералы бойындағы мектепте оқыған нөмірі 1 мектептің ұстаздарын, мұғалімдерін түгел қазір мынау ұстаздар күнімен құттықтаймын. Аман болыңдар, сау болыңдар, мықты шәкірттер дайындай беріңдер. Біз сіздермен мақтанайық, сіздер біздермен мақтанайық шәкірттеріміз. Аман жүріңдер, сау болыңдар, мұғалімдер күні құтты болсын. Құрық ауылындағы нөмірі 1 жалпы білім беретін мектеп ұжымының ұстаздары бүгін біздерге үлкен бір мақтаныш күн деп айтуға болады. Себебі еліміздің жүздеген мемлекеттерінде қазан айының алғашқы жексенбісінде мұғалімдер мен білім саласының қызметкерлерінің мерекесі аталып өтуде. Осы сәтте біздер өзіміздің ұшқан ұямыз нөмірі 1 орта мектептің барлық мұғалім және білім саласы қызметкерлерін осы кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Мен үшін 1 мектеп өте ыстық, себебі әліппені осы мектептен үйрендік. Ұстаз деген бұл ғылымға жетелейтін мамандық қана емес, адамдарды рухани байытатын тұлға деп есептеймін. Менің түсінігімде ұстаздар ерекше азаматтық миссияны орындайды. Келер ұрпаққа тәрбие береді деп ойлаймын. Сондықтан да сіздердің еңбектеріңізді біз әрқашанда жоғары бағалайтын боламыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Әрқашанда осы 1 орта мектептің қуанышына ортақтасып отырамыз. Жылдан жылға жетістіктеріңіздің көбейе беруіне тілекшіміз. Мереке құтты болсын. Құрметті нөмірі 1 орта мектептің ұстаздары, менің атым Айдар Оңайбай, 81 жылы бітірдім. Мерекелеріңізбен құттықтаймын. Үлкен жемісті табысты еңбек тілеймін. Ең бастысы зор денсаулық, отбасыларыңызда береке бірлік болсын. Өздеріңіздің еңбектеріңізді ақтайтын елге белгілі шәкірттеріңіз көп болсын. Мен енді осы өздеріңіздің жолыңыздың болып, қазіргі таңда облыстық өнер колледжінде еңбек етіп жатырмын. Енді осы сіздердің мерекелеріңізге орай. Құрметті нөмірі 1 орта мектебіміздің ұлағатты ұстаздары, сіздерді мен Қожанапесова Айнұр, осы нөмірі 1 орта мектебінің түлегі Атырау қаласынан бүгінгі келіп жеткен ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге дендеріңе саулық, толағай табыс, қажымас қайрат тілеймін. Құрметті 1 орта мектеп ұстаздары, сіздерді төл мерекеңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз шәкіртке тек қана білім ғана емес, өмірлік жол көрсететін шамшырақ. Сіздердің еңбектеріңіз бен төзімдеріңіз біз үшін үлкен үлгі. Алдағы күндеріңіз қуанышқа толып, шәкірттеріңіз биіктерді бағындыра берсін. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ізгі ниетпен шәкірттеріңіз Абдикадир Қайрат Жарылғасынұлы. Құрметті ұстаздар, сіздерді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмірдің ең асыл қазынасы білім мен тәрбиені бізге үйретіп, жүрегімізге нұр құйып келе жатқан ең қадірлі жандардың еңбегіне бас иемін. Сіздердің әрбір еңбектеріңіз болашаққа қаланған берік іргетас, әр айтқан сөздеріңіз өмірімізге жол көрсететін шамшырақ секілді. Сіздердің мейірімдеріңіз бен сабырларыңыздың арқасында біз қанаттанып арманымызға жетуге ұмтыламыз.
Шәкірт үшін уақытын да, жүрегін де аямайтын асыл ұстаздар, сіздерге шексіз алғыс білдіремін. Сіздерге мықты денсаулық, қажымас қайрат, еңбектеріңіздің жемісін көруді тілеймін. Сәлеметсіздер біздің сүйікті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын, сіздерге зор денсаулық тілеймін, және осылай білімдеріңізді беріп жүре беріңіздер. Біз 2020 жылғы түлектер, бізге берген ақылдарыңызды, тәрбиелеріңізді ешқашан ұмытпаймыз. Біз осы Алматы қаласында грантқа түскеніміз сіздер себепкерсіздер, сіздерге мың алғыс. Мен Ханшайым, Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің студенті. Келіп жеткен ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын.